Саламатсыздар, құрметті оқырмандар және желі пайдаланушыларым. Бақытты балалық шақтан алдары алыстаған өнегелігімен көрегендігін қатар алып жүретін тұлғалармен таныстыруды көздейтін үлкенге 100 сұрақ онлайн жобасын ұсынамыз. Ал бүгінгі қонағымыз аяулы анам, өз кәсібінің хас шебері, жерлесіміз Сәуле Мақшанқызымен сұхбатымыз өрбейтін болады. Қалыңыз қалай? Қалым жақсы. Өте жұмысты күні, бүгін сіздерге уақыт тауып келіп жатырмын. Рахмет. Ал өзіміздің сұхбатымызды бірден бастасақ болады. Ең бірінші сұхбатымызда 6 сыныпқа дейін өзіңіздің апаңыздың қолыңызда өскеніңізді айтыпсыз. Әжеңіз сізді қалай еркелетеді? Сәулетай дейтін. Содан кейін қазақта сәулемай деген өлең бар ғой. Жақсы болсаң сәулемсің, оның қайырмасы сондай. Жаман болсаң әуремсің дейді. Мен сол кезде апам жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң деген кезде жүгіріп барып бәрін істеп қоятын. Жаман болсаң әуремсің деген сөзді айтқызбайтынмын да. Ал келесі сұрақ, әжеңіздің сізге тыйым сөздері? Тыйым сөздері есімде жоқ, себебі ол кісі сондай дана болды. Мені үлкен бір даналықпен өсірді. Негізі ол кісі мені тек қана мақал мәтелдерменен былайша айтқан кезде ұрсып та, жолға салып та отырды. Себебі қазақтың мақал мәтелінде үлкен бір мағына, тәртіп, салт дәстүр, одан кейін жағы шеттен шықпау, соның бәрін ол кісі маған осы мақал мәтелдермен айтып отырғандықтан, мен тек қана мақал мәтелдердің аясында өте бір даналықпен өстім деп айта аламын. Қызықты әжеңіз. Өте менің апам, сондықтан болар, мен қазір мысалы өзім шаруа қожалық аштым да, соның атын асыл апам деп қойдым. Иә. Әжеңіз дана болған соншалықты сөйтіп қойдыңыз ба? Иә. Өмірі ол мен көкейімнен ол кісінің көз алдымда образы, айтқан сөздері, мені тәрбиелегені, мынау тіршілікке баулығаны, соның бәрі көз алдымнан кетпейді. Себебі мен дәл сендей кезімде үйдегі тірліктің бәрін апаммен бірге жұмыс істейтінмін. Жүн төтіп, ешкі сауып, тарыны егіп, қуырып, түйіп, желге суырып деген сияқты. Соның бәрін алашат оқып, текемет басып, сондай бір ауылдағы тұрмыс тіршілікке мен әбден сіңіп, әбден соған мені баулып өсірді. Сондықтан болар, мен бүгінгі күні мынау мекемені алып жүргенім, сол жердегі менің апамның жасап қойған қайсы бір фундаменті сияқты. Ал ауыл балалары мен қала балаларының айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Енді мен айтам, ол негізі аспанмен жердей. Бір сөзбен айтқанда, себебі ауылдың балалары тіршілікке, ата-анасына қолғабыс болып біршама жақын болады. Ал қалада қазір тіптен сүрінке жақпаймыз ғой. Барлығы автомат болып кетті. Жақында біз үйге келсек, есікке мынандай бір жардам алып кетіпті. Оның ішінде былай деп жазылып тұр: егер сізге көкөніс, картоп, тағы басқалар керек болса, біз сізге үйге әкеп береміз деп. Сонда біз енді үйден шықпайтын болдық па? Қалай өзіңіз не болып кетті қалада? Негізі ауада, таза ауада құлшынып, жүгіріп, денесін шынықтырып, үйдегі тірлікке араласып, апасы мен анасына, ата әжесіне қолғабыс болып жүрген балаларға мен қызығам, және олар өте менімше жолы болғыш болатын сияқты ғой. Себебі өмірге деген икемі оларда кішкентай кезінен қалыптасады. Сізде бала болдыңыз, сіз бала күніңізде ең алғашқы оқыған кітабыңыз есіңізде ме? Әрине, ол жағы менің атым Қожа деген, біз деген сол жаңадан шығып жатқан кино болатын. Соны барлығымыз жағы таласып оқып, ол кезде деген кітап тапшы кез, одан кейін қазіргідей интернет, басқа да бір біздің көңілімізді аударатын нәрсе жоқ қой. Оның үстінде ауылда кез келген концерт болсын, кез келген қойылым, спектакль болсын, бүткіл ауыл сол клубқа баратын да. Сонан кейін ол жерде көптеген жазушылармен, ақындармен кездесулер сол кездің өзінде мәдениет үйінен үзілмейтін. Сондықтан біз көбіне жас кезімізден сондай өмірге, өнерге бейім және де құлшыныс көбірек болған сияқты. Бізде қазір мектепте мен атым Қожа
соларды сол ақындарды өтіп жатырмыз. Қандай тамаша. Дөп түспін ғой мен ортасынан. Ал сіздің сүйікті жыл мезгіліңіз қандай? Менікі мысалы күз. Күз. Маған негізі осы өзіміздің Тараздағы барлық кезең ұнайды да. Қыс болсын, көктем, жаз, күз болсын. Себебі қай мезгілді қарасаңыз, біздің Тараз өзі бір түрленіп, күзде осы жердің барлығы сап-сары сары алтын болып жатса, қыста биыл қандай керемет көріністерді көрдік, иә? Ал көктемде енді сөзсіз. Енді барлық осы 4 мезгілдің ішінде көктем жақынырақ ау. Себебі біздегі тауға, жердің айналасына шығып кететін қызғалдақтардың өзі неге тұрады? Көздің жауын алады, және де кез келген адам жолда тоқтап суретке түсіп жатады. Ал көктем сізге несі ұнайды? Қызғалдағы мен ұнайды. Ал өзіңізді 3 сөзбен сипаттап 3? Иә. Қандай қасиетпен? 3 сөзбен. 3 сөзбен? Жақсы жағынан, иә? Айтпесе мүмкін жаман жағынан деп қояды. Жақсы жағынан айтсам, мен қайсарлық қасиетім бар, төзімділігім бар, ауылдан қалыптасқан. Ал одан кейін мен өмірге деген құштарлығым басым сияқты. Ал енді мен сізге сұрақтарымды қойып біттім. Енді логикалық сұраққа дайынсыз ба? Не деген логикалық сұрақтар? Біз енді логиканы өткен жоқпыз кезінде. Бірақ көрейін. Сіз бауырсақ ертегісін білесіз? Иә. Сол бауырсақ ертегісінде бауырсақ қашып кетеді. Бірақ бір күні кемпір бауырсағын пісіріп далаға шығарып қояды. Кемпір қайтадан келіп қараса, бауырсақ орнында тұр. Ол кемпір қандай амалды қолданды? Бауырсақ болса 4-ке бөліп 4 бұрышты қылып кесіп тастансақ. Иә, бауырсақ сөйтіп кеседі ғой енді. Тоқашты мынадай круглый қылады, иә? Сондай домалақ қылады. Ой, рахмет. Бір сынақтан өттік деп қояйық. Бірінші қайдан екінші қалаға барады, бірақ қозғалмайды. Оңға да, солға да бұрылғанда барлық 4 дөңгелегі жүреді ғой. Негізі өзім 93 жылы мен кәсіпкерлердің ішінде ең бірінші кішкентай машина Таврия айдаған келіншекпін. Сондықтан машина 4 дөңгелегі де айналады оның. Бірақ оңға да, солға да бұрылғанда айналып тұрады. Бірақ енді бір дөңгелек айналмайды дейсің ба? Оның артында бір дөңгелек болады, егерде бір жер қисайып қалса, жел шығып кетсе, соны ауыстырасың. Мүмкін? Запасной. Иә. Ал сон ешқашан таба алмайсыз. Бірақ ойланыңыз керек. Ең бірінші адамдар тамақ пісірген кезде қазанға не салады? Қазанға ма? Бірінші ойлану керек, не салам деп, бірінші. Одан кейін көзімен қарайды ғой айналасында. Май қайда, басқа қайда, көздің қиығын салатын шығар. Тағы да дұрыс. Рахмет сізге. Ал енді логикалық сұрақ бітті. Енді мынандай ойын бар. Мен сізге жаңылтпаш айтамын, сіз оны қайталауыңыз керек. Жаңылтпаш айтпағалы көп уақыт болды ғой енді. Қиын болмаса екен. Айтайын ба? Айта ғой. Үшқыш, үшқызды, үшқыш. Үш алып қалдым. Қараңыз. Үш қыз. Ол кезек-кезектен сөйтіп айтала береді. Мағынасын енді түсіндім. Рахмет саған. Ал енді сізге жастарға айтар тілегіңіз қандай? Айтар тілегім болса, ол негізі көптеген тілек айтқым келеді, бірақ жастарға, мысалы жастардың да жас несі бар ғой, мысалы сенің жасыңдағы деп ойлайық, 10 жас, 12-13 жасқа дейін, ол көптеген жұмыстарды сенің айналаңда қазір тек қана тұрмыстық жұмыстар бар. Соны жете меңгеру керек. Ол сені сұрамаса да, мамаң болсын, басқа болсын, тіптен көршің сұрамаса да, сен соған көмектесуге құштар болуың керек. Оның мағынасын айтайын. Менің апам мысалы, өзіміздің үйдегі күбіні пісіп, майын алып болғаннан кейін, маған айтатын:
ал Сәукентай, жүгіріп барып көрші Зульфия апаңның күбісін пісіп келші, ол мені мақтасын дейді. Мен апамды мақтасын. Сөйтсем, ол бір даналық. Ол баланы алдайды ғой. Алдап тұрып, баланы тәрбиелейді. Ұрыспайды. Ал мені сонда апамның өзінің дәрежесін көтеру үшін, мен енді апаммен өте қатты мақтанған, өзім пір тұтатын болғандықтан, мен жаңағы Зульфия апаның үйіне барсам, күбі менің бойыммен бірдей. Сонда тапшаға тұрам да, жағы кісінің күбісін пісіп, үйге келген кезде мен теңселіп келіп апамның алдына құлайтынмын да. Себебі мен сондай шаршайтынмын. Бірақ та мен соның барлығынан төзімділікті, мынау қайсарлықты, соның бәрін бойыма сіңіріп өстім. Сізге алғысым шексіз. Келе жатқан мерекеңізбен құттықтаймын. Құшақтасып. Ой, жаным, Мария. Нұрай, мынау сен қазір Қонаев атамыздың атындағы балалар кітапханасынан келіп тұр екенсің. Сондай маған деген көңілің ауып, сонша бір кәсіпкер келіншектердің ішінен мені таңдап тілдесуге шақырғаныңа мен шынайы алғысымды саған білдіремін. Және де енді құры қолға бата жүрмейді дейді қазақтар. Мен жаңа машинамның артында сол кітапханаға балаларға арналған, өзіміз шығарған сол кітапты мынау үлкен республикалық балалар әдебиетінің көрмесіне шығарып, Каранчук деген келіншек осы қазақстандық бірінші орын алған. Сол екі кітапты, біреу орысша, біреу қазақша, кішкентай балаларға арналған. Мен соны қазір машинамнан алып саған табыс етсем. Соны кітапханаға барып тапсыруыңа болады. Сенің ол бүгінгі тауып келген нәсібең болсын. Нұрай, жаңағы кәдесый ретінде мынау бүгінгі біздің екеуміздің интервьюіміздің кәдесейі болсын. Мен саған екі өзіміздің мекеме шығарған, мінекей артында біздің реклама бар. Көрдің бе? Өзіміз шығарған мынау 33 әріпті қалай үйрену керек екен тақпақ ретінде. Соны сыйлағым келеді. Одан кейін мынау артықбайды алдаған алдырып кесе деген керемет ертегі. Оның да сыртында біздің фирманың жарнамасы бар. Соны мен саған мынау кітапханаға сыйлаймын. Жаным, кел.